Баяғы заманда Ибрахим есімді ұл патшаның қызына ғашық болып қалғаны екен. Жанұясы оны бұл істен бас тартуға шақырғанымен еш пайда болмайды. Ибрахимнің бөле ағалары оған кәсіп қылсын деп 100 тыман береді. Жігіт жұмыс іздеп жүрген кезде айдаһарды қапқа салып алып, айнала қоршаған жұртқа жар салып тұрған адамды көреді. Айдаһар Ибрахимнен оны сатып алуды өтінеді. Жігіт солай етеді. Бөле ағалары оған ақыл кеңестерін беріп, тағы да 100 тыман береді. Бірақ пайда болмайды. Айдаһар одан пәлен жердегі иттің күшігін сатып алып, үйге әкелуді өтінеді. Осы жолы да ұлының бір жануарды ертіп әкелгенін көрген анасы айқайлап, өзін өзі сабалай бастайды. Қатты жылап, тағы да бөле ағаларына барады. Олар келіп, Ибрахимге ақыл кеңес беріп, ақырында 100 тыман беріп кетіп қалады. Айдаһар ұлға: бүгін пәлен деген алаңға бар. Ол жерде қолына бір кішкентай қара мысық ұстаған адамды көресің. Мысықты сатып ал да үйге алып кел, дейді. Ибрахим тура сол алаңға барып, бірнеше адамның мысықтың айналасында отырғанын көреді. 100 тыман беріп, мысықты сатып алып, өзімен бірге алып келеді. Ұлының мысықты құшақтап әкелгенін көрген анасы басын шайқап, ұлының ақылға көнбейтінін түсініп, бір бұрышқа отырып алып, өзінің бақытсыздығына налып жылайды. Қайта кептерге айналған айдаһар Ибрахимге: бұл үйде қалғаннан пайда жоқ, жөнімізге кетейік, не боларын көрерміз, дейді. Ертеңінде күн шығып, әлемге нұрын төккенде, Ибрахим кептерді қолтығына қысып, өзі алдыға түсіп, күшік пен мысықты соңынан ертіп жолға шығады. Жүріп отырып бір жолға жетеді. Кептер Ибрахимге: бүгін осы жолда 3 дәруішті көресің. Мен асаға айналамын. Сен мені қолыңа ұста. Дәруіштер келгенде көздері осы асаға түсіп, оны сатып алғысы келеді. Сен оны сат. Тек 7 қадам жүргеннен соң, Чохундуз, мына дәруіштің басынан ұр, деп айт. Ұмытып кетіп жүрме, кешігіп айтушы да болма, дейді. Ибрахим келіседі. Кептер бір айналып, әдемі аса таяққа айналады. Ибрахим асаны алып бірнеше қадам жасағаны мұң екен, бір дәруіш келіп, Ибрахиммен сөйлеседі. Көзі асаға түскенде оның қатты ұнағаны соншалықты, саусағынан сақинасын алып, асаның орнына мына сақинаны ал, дейді. Ибрахим: сақина қандай пайдама жарайды? Мұны беретін менде, әйелде, қызда жоқ, дейді. Дәруіш: балам, бұл Хазірет Сүлейменнің сақинасы. Оны қолыңа тағып бір айналдырып, Сүлеймен пайғамбардың мейірбандығы үшін десең, Хишам деу басқа 4 деумен бірге алдыңа келеді. Олар сен не қаласаң соны жасайды, дейді. Ибрахим сақинаны алып, дәруішпен қоштасып, 7 қадам аттамай жатып: Чохундуз, мына дәруіштің басынан ұр, дейді. Аса таяқ лезде қылышқа айналып, дәруіштің басын шауып, қайтадан асаға айналып, Ибрахимнің қолына қайтып келеді. Барлығы жүріп отырып, екінші дәруішке жетеді. Олар жақсы сәлемдесіп, хал жағдай сұрасады. Бұл дәруіште асадан көзін айыра алмай, ақырында Ибрахимге: асаңды сатшы, деп, қолын дорбаға салып, бір қапты алып шығып, мынаны асаның орнына беремін, дейді. Ибрахим бұл қаптың қандай ерекшелігі барлығын сұрайды. Дәруіш: бұл Хазірет Сүлейменнің қабы. Тамақ ішкің келген кезде қолыңды қапқа салып, Сүлеймен пайғамбардың мейірбандығы үшін десең, қаптан қалаған тағамың шығады, дейді. Ибрахим дәруішпен қоштасып, жолға шығып, 7 қадам аттамай жатып: Чохундуз, мына дәруіштің басынан ұр, дейді. Асатаяқ қылышқа айналып, дәруіштің басын шауып, Ибрахимнің қолына қайтып келіп, асаға айналады. Қуанған Ибрахим бар мұратына жеткендей болып жүріп отырып, 3-ші дәруішке жетеді. Бұл дәруіштің де асаны алғанша дек бірі қалмапты. Асаны алып, оның орнына қасық бермек болады. Ибрахим:
Менің жаяу келе жатқанымды көріп тұрсың ғой. Қазықты қолданатындай атым жоқ, дейді. Дәруіш, балам, бұл қазық аттікі емес, Хазірет Сүлеймендікі. Кез келген жерге қадап, Сүлеймен пайғамбардың мейірбандығы үшін деп айтсаң, бірден әлемдегі ең әдемі, әрі ең үлкен сарай тұрғызылады, дейді. Ибраһим қабылдап, дәруіштің бетінен сүйіп жолға шығып, 7 қадам аттамай жатып, «Чохундус, мына дәруіштің басынан ұр», дейді. Осы жолы да асатаяқ қылышқа айналып, байқұс дәруіштің басын шауып, Ибраһимнің қолына қайтып келеді. Жүріп отырып кеш батқанда суы да, елді мекені де жоқ шөл далаға жетеді. Асатаяқ бір айналып айдаһар кейпіне еніп Ибраһимге: «Сен мына күшік пен мысықтың перілер екенін білесің бе? Олар күшік пен мысықтың кейпіне енгізілген», дейді. Сөйтіп күшік пен мысыққа кейіптерінен шығуға бұйрық береді. Кенеттен күшік пен мысық кейпінен қолдарында қанжары бар қызыл киген 2 нөкер шығып, Ибраһимнің алдынан қол қусырып тұра қалады. Айдаһар тағы бір айналып, дүниедегі теңдес жоқ сұлу қызға айналып: «Мен немере ағамның ұлының әйелімін. Хишам Диюдың мені сиқырлап тастағанына 7 жыл болды. Сен Сақинаны алған кезде сиқырдың күші жойылды. Мені енді азатпын. Өз үйіме барып өмір сүргім келеді», дейді. Перизат бірнеше тал шашын Ибраһимге беріп, «Ісің мүшкілге айналып, шешім жолын таппағанда менің бір тал шашымды жақ. Мен көзді ашып жұмғанша жетіп келемін», дейді. Мұны айтқан соң айдаһар бір айналып кептер кейпіне еніп, әуелеп ұшып кетеді. Қыздың кетіп қалғанына қамыққан Ибраһим Сақинаны саусағына тағып бір айналдырып, Сүлеймен пайғамбардың мейірбандығы үшін дегенде ілесте жер қақ айырылып, алпамсадай 5 дию шыға келеді. Солардың ішіндегі ең үлкен дию жер тарпып, Ибраһимнің алдына келіп тұрады. Ибраһим: «Пәлен деген патша қызының сарайын оның өзімен бірге осында алып кел. Абайла, қызға зақым тимесін», дейді. Дию тағзым етіп, 5 дию шыр айналып көкке көтеріледі. Ибраһим өзіне келгенше олар қалаға жетіп үлгереді. Жылдам сарайды орнынан жұлып алып кері қайтады. Сараймен қызды алып жеткенде Ибраһим әлі айран асыр болып тұр еді. Диюлер сарайды жерге қойып, Ибраһимнің алдына барады. Ибраһим оларды босатып, өзі сарайдың ішіне кіріп, қыздың демалып жатқанын көреді. Оның бас жағында бір, аяқ жағында бір лала іспеттес шырақтар жағулы тұр екен. Ибраһим патша қызына қызға қарап тұрғанда кенет қыз оянып кетіп: «Сен кімсің? Менің сарайымда не істеп жүрсің?» дейді. Ибраһим: «Өзіңнің қайда екеніңді білгің келсе, тұр да қара», дейді. Қыз қорққаннан атып тұрып терезеден сыртқа қарағанда сарайдың айналасының сусыз, абаттанған мекенсіз шөл дала екенін көреді. Бойын үрей билеп, «Бұл не? Түсім бе? Сиқыр ма?» деп ойлайды. Таң атқанша кәсіпшілер келіп, патша қызының сарайының айналасындағы дүкендерін ашып жатып қараса, патша қызының сарайының орнында үлкен шұңқыр ғана қалып, оның өзі жоқ екен. Естер шығып патшаға жүгіріп барып, «Тұр да, қара, қызыңды сарайымен бірге алып кетіпті», деп хабар береді. Талып қалуға шақ қалған патша, мұндай үлкен сарайды кімге қайда алып кетуі мүмкін деп таң қалады. Тез арада жаршыларға қызы немесе сарай жайлы хабары келген адамға не қаласа соны беремін деп жар салуға бұйрық береді. Жаршылар күні түні қала көшелері мен базарда жар салып халықты құлақтандырады. Халық осындай үлкен сарай түнде көтеріп алып кететінде инемеді деп таң қалады. Сарайдан еш хабар болмайды. Ақырында іріткі салудың ұстазы саналатын бір кемпір патшаның алдына барып, «Аспанда ұша алатын сандық жасат. Сол сандықтың көмегімен қыз бен сарайды өз орнына қайтарамын», дейді. Патша қаланың ағаш ұсталарын алдыртып, «Кемпір қалған сандықты жасап беріңдер, не осыны жасайсыңдар»,
не бәріңнің бастарыңды алып дүние мүліктеріңді тәркілеймін дейді. Патшаның сөзін естіген ағаш ұсталары не істерлерін білмей қиналады. Мұндай сандықты кім жасай алады? Ақылдасып, ақырында бір жәшік жасап патшаның алдына апарады. Кемпір сандыққа отырып аспанға ұшады. Ана жақты бір, мына жақты бір қарап, бір шөлден екінші шөлге барып, ақырында бір шөл даланың ортасынан бір сарайды көреді. Оның жанына тек бір ағаш егіліп, айналасын тас пен тақыр жер қоршаған екен. Кемпір, дәл таптым, бұл қыздың сарайы, деп ойлайды. Кемпір сарайдан аласырақ жерге қонып, қолына аса таяқ ұстап сарайға қарай жүреді. Сарайға жеткенде Ибрахим аң аулауға кетіп, күшік пен мысық сарайды күзетіп отыр екен. Кемпірдің жақындағанын көргенде олар қолдарына қанжарларына алып, жақындама, әйтпесе қаның төгіледі, дейді. Кемпір қанша өтінсе де әлгі екеуі көнбейді. Патша қызы олардың дауыстарын естіп, не болған білейін деп терезеге жақындағанда, кемпірді көріп, оның өзін алып кетуге келгенін түсінеді. Қыз, сен бұл жаққа қайдан тап болдың? Қандай рақымсыз адам сені осы шөл далаға әкелді, деп кемпірдің асты үстіне түсіп, оған жоғары шық дейді. Күшік пен мысық қарсы сөз айтуға батпайды. Кемпір ахлеп-ухлеп баспалдақпен көтеріледі. Қызбен оңаша қалған кезде. Қызымен сарайын алып кеткенін естігеннен бері әкеңнің бір көзінен жас, екінші көзінен қан ағып отыр дейді. Кемпір сөйлеп қыздың жүрегіне жол табады. Қыздың басын өзінің басына тақап, екеуі зар-зар жылайды. Жылап қыздың көңілі тынышталғаннан кейін кемпір одан, сарайың бұл жерге қалай келді? Деп сұрайды. Қыз, диюдің ісі ме, әлде перінің ісі ме екенін білмеймін. Тек маған көңілі ауған Ибрахим деген жігіттің сарайды осы жерге алып келгенін білемін, дейді. Кемпір патша қызына Ибрахимнен сарайдың осында қалай келгенін, қалай сұрау керектігін үйретеді. Осыны айтып өзі сандыққа қарай кетеді. Кеш батарда Ибрахим қайтып оралып, аулаған маралын сойып, етінен кәуап жасатып, кешкі ас ішеді. Кеш батқанда Ибрахим қайтып оралып, әкелген құланын сойып, етінен кәуап жасап, кешкі ас ішеді. Осы кезде кемпір қайтып келеді. Ибрахим бөтен адамды көргенде қызға қарап, бұл кім? Мұнда неге келді? Деп сұрайды. Қыз жұмсақ тілмен, бұл шөл далада қалған бейшара әйел. Бүгін оған үйде қонып шығуға рұқсат бердім, дейді. Ибрахим риза болмаса да кемпірдің бүгін түнде үйде қалуына келіседі. Кемпірге кешкі асын беріп ұйықтататын бөлмесіне жібереді. Түнде патшаның қызы жылы сөйлеп, Ибрахимнен барлық істің Сақина арқылы істелгенін біліп алады. Қыз Сақинаны алып қарап, терезенің алдына қойып жатып қалады. Қыз Ибрахимнің қатты ұйқыға кетуін тосып жатады. Жігіттің ұйықтағанына сенімді болған кезде тұрып, Сақинаны саусағына тағып, Сүлеймен пайғамбардың мейірбандығы үшін дейді. Жер қақ айырылып, 5 дию жер бетіне шығады. Қыз Хишам диюге қарап, мына сарайды өзінің бастапқы орнынан қайтып апармасаң, әкеңді өртеп, өміріңді тамұққа айналдырамын, дейді. Хишам мен басқа диюлер қорққандарынан Ибрахимнің қол аяғын байлап, сарайдан лақтырып жіберіп, өздері қалаға қарай жүріп, сарайды өз орнына қояды. Осы жолы кәсіпшілер дүкендерін ашқалы келгенде сарайдың өз орнында тұрғанын көреді. Тіпті орнынан қозғалмаған сыңайлы. Жылдан патшаға хабар береді. Патша асығып келіп қызын көреді. Оның дені сау екенін көрген соң қаланы шырақтармен безендіріп тойлауға бұйрық береді. Бірақ қорыққаннан балгерді шақыртып оған, кітабыңды ашып қарап, қыз сарайының қалай зым-зия болып, қалай қайтарылғанын айтып берші, дейді. Балгер құмалағын жайып патшаға, бұл дию мен перінің ісі. Сарайды 100 рет орнына қайтарсаң да, дию мен пері оны қайта алып кетеді, деп жауап береді. Патша қызымен сарайын осы жерде қалдырып, енді Ибрахим мен оның иті мен мысығы жайлы тыңдайық.
Ит пен мысық диюлердің өз қожайынның аяқ-қолын байлап сарайдан бір-ақ лақтырып, өздері аспанға ұшқанын көріп қалаға қарай жүгіреді. Жолда тышқандардың үлкен төбені тесіп, өздеріне күшті бір қала салып алғанын көреді. Мысық итке қарап, біз екеуміздің қалаға барғанымыздан еш пайда жоқ. Аяғымыз қалаға жетісімен балалар тас-таяқпен қуалап мазамызды алады. Кел, екеуміз мына тышқандарды Сақинаны алып келуге мәжбүрлейік, дейді. Ит қабылдап екеуі тышқандардың індерін бұзып, топ-топ тышқан ұстап жей бастайды. Тышқандар жылдам өз патшаларына хабар беріп, бізге көмектес, ит пен мысық келіп, сенің әскеріңді қырып салғалы жатыр, дейді. Патша бірнеше тышқанды ит пен мысыққа жіберіп, мәселе неде? Осылайша быт-шытын шығаратындай тышқандардың сендерге не істегенін айтыңдар, деп бұйырады. Ит пен мысық тышқандар патшасына болған уақиғаны бүге-шігесіне дейін баяндап береді. Патша тышқандарға қаланы аралап, ит пен мысыққа Сақинаны алып келуге бұйрық береді. Тышқандар жабыла қалаға барып, әрбір есік-тесікті тінтеді. Тышқандардың барлығы кетіп қалған кезде тек бір соқыр тышқан мен ақсақ тышқан ғана қалған екен. Ақсақ тышқан соқыр тышқанға, бірге жүргеніміз абзал, дейді. Екеуі бірге қалаға қарай жол тартады. Жүріп отырып қалаға жетеді. Тағдырдың жазуымен әлгі екеуі бірден патша қызының сарайына барып, қыздың алтын төсекте ұйықтап жатқанын көреді. Соқыр тышқан қыздың дем алысын тыңдап досына, Сақина қыздың тілінің астында, басқа кісінің қолына түсіп қалмасын деп тілінің астына салып қойыпты. Сен асханаға бар да, темекіні суға салып қойған ба, жоқ па қарашы. Егер суға салса, құйрығыңды салып кел, дейді. Ақсақ тышқан ақсаңдап барып қараса, бір кесе темекі суға салынған екен. Құйрығын суға бір салып, қайтып келіп, жіңішке құйрығын қыздың мұрнына тығып алады. Патша қызы ұйқыдан атып тұрып түшкіріп қалғанда Сақина аузынан ұшып түседі. Ақсақ тышқан Сақинаны ұшып бара жатқанда қағып алып, қыз өзіне келгенше бөлмеден атып шығып, соқыр тышқанмен бірге сарайдың қақпасынан шығып, өз қалаларына қарай жолға шығады. Басқа тышқандар топ-топ болып патшаларының алдына барып, ештеңе істей алмағандарын айтып жатады. Патша төбенің басында тұрып, соқыр тышқан мен ақсақ тышқанның Сақинаны алып келе жатқанын көреді. Тышқандарға құр қол келгендер үшін ұрсады. Соқыр тышқан мен ақсақ тышқан келіп, Сақинаны патшаға беріп, оны қыздың аузынан қалай алып шыққандарын баяндап береді. Патша Сақинаны ит пен мысыққа береді. Олар Ибрахимге барып, қожайындарының жағдайын жасау үшін жолға шығады. Жолда бір өзенге жеткенде мысық итке қарап, Сақинаны маған бер, дейді. Ит, бұдан не өзгереді, деп сұрайды. Сонда мысық, осылай етсек сенімдірек боламыз, дейді. Ит Сақинаны мысыққа береді. Мысық Сақинаны аузына салып, иттің арқасына отырып, өзенге қойып кетеді. Жүзіп отырып өзеннің ортасына жетеді. Сол кезде кенет Сақина мысықтың аузынан түсіп кетіп, Сақинаны сол маңда жүрген бір балық жұтып қойып, өзеннің түбіне кетіп қалады. Ит пен мысық өзеннен шығып жағада отырып алып жылайды. Бір балықшы сол жерден өтіп бара жатып, екі хайуанның зарлап жылап отырғанын көреді. Балықшы әлгілердің қарны аш екен деп ойлайды. Қармағын суға салғанда тағдырдың жазуымен Сақинаны жұтып қойған балықты аулайды. Балықты алып, ит пен мысықтың алдына лақтырады. Әлгілер балықты бас салып, қарнын жарып, Сақинаны алып тайып тұрады. Балықшы хайуандардың қолына қандай құнды заттың түскенін түсініп, олардың артынан жүреді. Қанша жүрсе де, әлгілерге жете алмапты. Ит пен мысық Ибрахимге жетіп, оның қатты тарығып, өлім алдында жатқанын көреді. Жылдам шептерді үзіп, ол отырғанда Сақинаны қолына береді. Ибрахим оны саусағына тағып, Сүлеймен пайғамбардың мейірбандығы үшін, дейді. Бірден жер қақ айырылып, әлгі 5 дию сыртқа шығады. Ибрахим Хишам диюге қарап, енді мені байлайсың ба? Істегеніңе өкінетіндей әкеңді танытамын, дейді. Хишам дию,
Бұл Сақина кімнің қолында болса, біз соны тыңдаймыз. Ол кезде Сақина патша қызының қолында еді. Ал енді сіз не бұйырсаңыз, соны орындаймыз, дейді. Ибрахим: барыңдар да қыз бен сарайды алып келіңдер, деп бұйырады. Диюлер шыр айналып көкке көтеріледі. Кәсіпкерлер өз жұмыстарымен айналысып жатқан еді. Бір уақытта патша қызының сарайы аспанға көтеріледі. Патшаға жүгіріп барып, патша қызының сарайы тағы да аспанға ұшып кетті деп хабар береді. Патша қайғыға батып, әлгі кемпірді алып келуге бұйырады. Кемпірді алып келгенде патша оған: өткендегідей қызымды алып келуің керек, дейді. Кемпір жалынып: бұл жігіт менің қолымнан зиян көрді. Егер мені көрсе, мойнымды жұлады, дейді. Патша оның сөзін тыңдамай: баруың керек. Егер бармасаң, сені өртеп жіберемін, дейді. Кемпір амалсыздан көп жолды өткеріп, қыздың сарайына жетеді. Ибрахим аң аулауға кеткен екен. Ит пен мысық сиқырланған бейнелерінен шығып, қызыл киім киіп, қолдарына қанжар алып, сарайды күзетіп тұрғаны еді. Олар кемпірді көргенде алға жүріп: кері қайт, болмаса басыңды аламыз, дейді. Кемпір қанша жалынса да әлгілер құлақ аспай: қожайынымыз келгенше осында тұруың керек, дейді. Кемпір кеш батқанша тұрады. Ибрахим қайтып оралып, көзі кемпірге түскенде іштей: осы жолы да мені алдаймын деп ойлаймын. Келгеніне өкінерліктей етіп, басыңа әңгір таяқ ойнатамын, деп ойлайды. Ұстап әкелген құланын сарайға барып сойып, кәуап қылып жейді. Шаршағаны басылғаннан кейін кемпірді шақыртады. Патшаға: қызыңа 1000 рет адам жіберіп алдыртсаң да, 1000 рет оны қайтарып аламын. Қыздың менің жанымда қалуын қабылдасаң, ісім жоқ. Ал соғысам десең, мен дайын, деп хат жазады. Хат жазып біткен соң кемпірдің құлағы мен мұрнын кесіп алып, хатты патшаға апар, дейді. Кемпір сандығына отырып, патша сарайына қайтып оралады. Ибрахимнің өзіне қарсы бас көтергенін көрген патша әскерін дайындап жолға шығады. Сол күні Ибрахим патшаның не істейтінін көру үшін аң аулауға бармаған еді. Сарайдың төбесінде адымдап жүріп, патша әскерінің алыстап келе жатқанын көреді. Алдымен ит пен мысыққа хабар беріп, содан соң пері қыздың шашын жағады. Қыз ілезде жетіп келеді. Ибрахим оған барлық жағдайды баяндап береді. Қыз оған қаймықпа деп айтып, жігерлендіреді. Патша әскерінің күл талқанын шығаратындай диюлер мен перілерді алдыртады. Ибрахим қолындағы сақинаны жылдам бұрап, Сүлеймен патшаның мейірбандығы үшін деп ант етеді. Жер қақ айырылып, 5 дию сыртқа шығып, көзді ашып жұмғанша дию мен перілердің әскерін құрады. Патша әскері келіп жетеді. Қарсы жақта дию мен перілердің әскерінен ине шаншар жер қалмайды. Екі әскер бір-біріне лап беруге дайын тұр еді. Пері қыз Хишам диюге: адам баласының қаны жерге тамбайтын болсын. Патшаны атымен бірге аспанға көтеріп, сол жерде қызының Ибрахимнің әйелі болуына келісімін сұра. Болмаса быт-шыты шығатында жерге лақтырып жіберетініңді айт, дейді. Хишам жылдам орнынан қозғалып, патшаны атымен қосып аспанға көтеріп, пері қыздың айтқанының бәрін патшаға жеткізеді. Патша алдымен сықырданы қайнап, ашу шақырғанша Хишам: бұл сөзді қой, Ибрахим үшін не істейтініңді айт, қызыңды бересің бе, жоқ па, дейді. Патша келіседі. Хишам оның қыздың сарайына қарай апарады. Пері қыз ілезде айдаһардың бейнесіне еніп, сарайдың алдына тұра қалады. Патша мен Хишам жеткенде, айдаһар патшаға қарай от шашады. Патша қорыққаннан Хишамға жабысып: құтқара көр, бірдеңе істе, деп жалынады. Хишам патшаны қыздың сарайына барып, сол жерде Ибрахим мен қыздың некесін қияды. 7 күн, 7 түн тойлатады. Той аяқталғанда патша қызына қарап: осында қаласың ба, әлде менімен бірге қалаға қайтасың ба, деп сұрайды. Қыз: күйеуінің жанында қаламын, бұл жақсы жер, дейді. Патша әскерін алып қалаға қайтып оралады. Ибрахим мен патшаның қызы ұзақ жылдар бойы бақытты өмір сүріпті.